Ал сәлеметті көрермендерім, менің көбісіңіздің сұрақтарыңыз менің инстаграмымда да көптеген сұрақтарым болып жатыр. Бұны сіз қалай жасайсыз, қалай деп. Яғни мен негізі алдыңғы видеоларымда бұл лопух жапырағының қандай жерге пайдасы бар екенін жалпы айта кеткен болатынмын да. Пока енді жаз айы ғой, жаз айында лопух жапырағы бар, оны қазақша түйетабан деп айтады екен. Түйетабан деп, яғни ол лопух деп кеткен ғой енді қалай болғанда да. Бұл лопухтың мен жұлып алып, мен өзімнің ауламда өсіремін. Негізі майдан бастап бұл іше беруге болады бұны. Мен осы жаз мезгілін пайдаланып, өзімді емдеудемін. Яғни, қалай айтсам екен, жалпы майдан бастап жеп жатырмын дейінші, асқазаным өте қатты ауыратын менің. Бұл деген өте көп ауруларға ем. Тіпті ауырмасаңыздар да ішсеңіздер, бұл ішкі шекке өте жақсы көмектеседі. Шекті тазартады, өт жолыңызды тазартады, бүйректе киста болса жақсы көмектеседі, раковый клеткаларды оятпайды, соның алдын алады. Төстеріңіз ауырып, әйел адамдарда ісік болады, тағы деген болса, бұны жаңағыдай бүйтіп басып, төсіңізге басып, салафан байлап түнде ұйықтап жатсаңыздар болады. Өте жақсы көмегі бар. Және де басыңыз қатты ауырса, басыңыздың ішінде киста болса, өте жақсы көмектеседі. Представляете, оқырмандар, көрермендер, бұны прям басыңызға киіп аласыз да, сыртын салафанмен орап, орамалмен орап, түнде ұйықтап қалсаңыз, даже күндізде орап алып жүре беріңіздер. Вообще-то жақсы шашты лысый қылып алып тастап, прям басыңызға бассаңыз, өте жақсы көмектеседі. Қара терге түсесіз, су ағады ғой басыңыздан, представляете? Мен мына төске қалай көмектеседі, мен өзімнің көзім жетті, барлығына да менің анам, мен 4 жасымда ма, 5 жасымда ма болғанда, мен алай-былай есімде, мамамның қатты ауырғаны. Мен даже сол кезде білмеппін да, баламыз ғой, ол кезде анамыздан айырылып қалсақ та сезбейді екенбіз ғой, енді баламыз да қазір соны ойлап отырмын. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, анам менің қазір 61 жасқа келіп жатыр. Бірақ мына бір жақ омырауы өте қатты ісіп, даже енді қалай айтайыншы, жаман ауру болды ғой негізінде. Содан анамды бір Россияның бір точкасында бір кемпір тұрды. Ол кісі қазір қайтты, жатқан жері жарық болсын. Сол кісінің арқасында менің анам тірі қалды. Сол кісі осы шөпті табасың, осы жапырақты табасың да, ішесің де емшегіне басасың деген да. Сөйтіп анам Аллаға шүкір қазір 61 жасқа келді. Бәрі жақсы анамдар. Енді бұны ішіп өт жолдарыңызды тазартасыздар, шектеріңізді бүткіл жаңағыдай айтып отырмын ғой, өте керемет негізінде. Қазір мен жасалу жолдарын сіздермен бірге істеп отырайын, жасап қараңыздар, иә. Бірінші мен жапырақты 3 сағат суға салып қойдым. Бірінші жуам, жақсылап, сосын 3 сағат салқын суға салып қойдым. Содан кейін лишний шет жақтарын барын алып тастаймыз барлығын. Бұл жапырақ менде таза, барлығын жудым, жақсы етіп, әдемілеп. Негізі бұны сақтап қойға болады, сіздер сұрағансыздар, сақтап қойға бола ма? Әрине сақтап қойға болады. Мёдпен адластырыңыздар. Бұны жасағаннан кейін ішердің алдында тоже кислый болады. Бір дәмі соны добрақ ішуге болады. Бірақ сіздер іше алмасаңыздар, мёдпен араластырып ішіп жіберсеңіз болады. Сумен ішпейсіздер, 3 мезгіл ішесіздер, таңертең, обедте, кеште ішесіздер. Және басынан жайлап кішкентай қасықпен бастаңыздар, 1-3-4 күндей. Содан кейін барып, яғни бұны біздер қазір целиком сіздер мясорубкаға салып жібере алмайсыздар, мясорубканы әлі келмей қалады. Сондықтан турап, бүйтіп кішкентай қылып турап, неге салып жібересіздер. Мясорубкаға салып турайсыздар. Көптеген ауруларға енді емі бар. Қорықпаңыздар, бұның ешқандай зияны жоқ. Енді жаңа тағы да айта кетейін, кішкентай балаларға болады ма дегенсіздер, кішкентай балаларға мен айтар едім, кішкентай қасықтан беріңіз, кішкентай қасықтан. Мен өзімнің асқазанымды емдеп, Аллаға шүкір.
Енді тағы да бір сұрақ қойғандарыңыз бар. Көптеген сұрақ қойғансыздар, жайлап есіме түсіріп отырмын. Менің бетіме дейсіздер да, осы беттеріңіз бүлініп, бірдеңе шығып жүрген беттеріңізге, иә? Бұл неден? Беттің терінің бүлінуі неден? Ол іште бізде ішкі құрылысымыз дұрыс емес деген сөз. Кишка танкаларымыз дұрыс емес деген сөз. Сол себептен ең бірінші кишкаларымызды, шектерімізді тазарту керекпіз біздер. Бұл паразитті да жақсы түсіреді. Біріншіден сол самый бізде не ғой енді паразит деген хит болып кетті ғой әйтеуір. В общем, сол ашқараңға ішесіздер. Бірінші ішіңізді тазартқаннан кейін барып сіздің бет әлпетіңіз ажарлана түседі. Соны мұқият болыңыздар. Қараптан қарап кожа бетке бірдеңе шықпайды. Әрқашанда ішкі неңіз бұзылғанда, шегіңіз дұрыс болмағанда, міндетті түрде бетіңіз бұзыла бастайды. Так, міне турап алдық барлығын. Қазір өстіп салып, барлығын турап өткізіп шығамыз. Мұқият қарап отырыңыздар, мен өткіземін лапухты. Қараңыздар, соғы шығып жатыр уже. Осылай барлығын өткізіп аласыздар. Қараңыздар, соғы қандай шығып жатыр. Так, ендігі кезек. Сығып аламыз енді кезекте. Бұл специально менің осы лапух жапырағын сығып жүрген мәрдім. Жуып, қайтадан іліп қоям. Осындай витта қалып қояды. Яғни сіздер енді бұлай өзін шалмасаңыздар, айттым ғой, мёдпен араластырыңыздар. Кейбіреулер дәміне шыдай алмайтын болады. Бірақ қараңыздар, қандай сок шығып жатыр. Қолдарымызды жақсылап жуып алып, әбден сығамыз. Ерінбей жасаңыздар, денсаулықтарыңыз үшін әрине. Ауырып жол іздегенше ауырмайтын жол осы. Берем, жолдасыма да жасап берем. Балдардың паразитін түсірем осымен. Так. Яғни міне біз сықтық қой, сыққаннан қалғанын, шөп. Мен лақтырып тастамаймын оны, бөлек банкіге салып аламын. Ол да пайдаға сат. Маз ретінде пайдаланамын оны. Енді сіздер тағы да сұрағансыздар, нені болады ма деп. Миомаға, кистаға болады, әрине қыздар. Бұл нағыз таптырмайтын дүние. Осылай міне, өте оңай жасалу жолы. Көрдіңіздер ғой, жақсылап жуып болғын кетіріп аласыздар. 3 сағаттай салқын суға салып, содан кейін мясорубкадан өткізіп алып, осылай сығып аласыздар, болды. Еш қиындығы жоқ. Так, онда ішін ашамыз қазір. Оны алып тастаймыз. Бұдан камфорный масло жасауға болады. Ауырған жерлеріңізге басып жағуға болады. Ішіне спирт құям. Мен көп қылып жасағатым себебі. Банкаларға құйып қоямын, мед араластырып. Көмегі пайдасы керемет енді. Бұл жапырақтың барлығы сыға алмаймыз ғой, сол себептен несі қалды бұнда, витаминдері, суы. Бұдан камфор жасатсаң, лақтырмайын. Қысқаға жинап қоямын, камфорларды толтырып. Қыста рахатын көреміз, алла бұйыртса. Соңғысы ішеміз таңертең аш қарында бір столовой ложкамен, әлбетте столовой ложкамен, кешкісін столовой ложкамен. Сіздер жаңадан бастап жатырған болсаңыздар, кішкентай шай қасықпен бастаңыздар. Сосын жайлап досын көбейтесіздер. Бірақ оның ешқандай да зияны жоқ. Так, міне сок. Қараңыздар.
нағыз натуральный сок. Оны мен банкіге құйып аламын қазір. Міне осындай болып шығады. Ерінбей жасаңыздар, денсаулық керек әрине. Беттеріңізде проблема болып жатыр, айтып жатсыздар, бет кожа қараптан білінбейді. Осыны ішіп шектеріңізді тазартыңыздар. Шектеріңізді тазарта отырасыз, денсаулықтарыңызды дұрыстап аласыздар. Шегіңіз дұрысталса, яғни иммунитетіңіз көтеріледі деген сөз. Шекте паразит болса, қандай да бір шлак-мылақтар болып жатса, сізде иммунитеттеріңіз әлсіреп, өте төмен жағдайда боласыздар. Сол себептен ең бірінші адамға шегін тазартып алу керек. Сонымен қоймай, сіздер бұнымен почкаңызды, кистасын кетіресіздер, яғни өт жолдарыңызды, бауырыңызды, тағы өте көптеген женский проблемаларыңызды, жаңа айттым ғой, екі төсіңізге пайдалы ішесіздер, басасыздар, жапырақтарын басыңызға, артрит болса, барлығы, мына гастрит. Представляете? Енді менің сөзім жоқ. Өте керемет пайдасы бар. Ал жаңағы сыққаннан қалғаннан мен камфор жасаймын. Камфор жасап барлығын холодильникке салып тастаймын. Қыста пайдаланамын мен осыны. Ауырған жерлерімізге жағамыз, басамыз. Әйтеуір камфор ретінде балдарға жөтелсе, бұл өкпеге керемет көмектеседі. Мына тамақ ауруына өте жақсы көмектеседі. Грипп барлығына өте жақсы көмектесетін лобок жапырағын мен мақтағым келіп отыр. Себебі өзіме көмектесіп отырғасын, жалпы сіздерге де көмегі болсыншы деп оқырмандарға. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен деген бұнда тек қана жақсы және де өзім әр жерден оқып, яғни әжемнен қалған ылғи жаңағы айтып отырмын ғой, дәруменсіз әжем өте қатты өзін емдейтін дәруменсіз. Сол себептен сондайлармен көп бөлісетін боламын. Сіздерге нақты жеткізе алмаған болармын, или жеткіздім ба, білмеймін, комментарийға жаза кетіңіздер. Лобок жапырағынан тағы да сіздер не жасадыңыздар, қандай пайдасы болып жатыр, маған комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Подписка жасап қойыңыздар, маған колокольчикті басып қойсаңыздар, міндетті түрде мен сізге видео салғанда ең бірінші болып шығатын боламын. Сау болыңыз.